Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда түсіңізде өкіріп жыласаңыз, өңіңізде не болады? Ең алдымен каналыма подписаться жасап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде жылау немесе күлу шынайы өмірде керісінше жайт орын алатынын хабарлайды. Егер түсіңізде өкіріп жыласаңыз, өңіңізде қатты қуанасыз. Түсті жорудан бұрын көз жасыңызға не себеп болғанын еске түсіріңіз. Егер өкіріп жылап, жасыңыздың тамшылап аққанын көрсеңіз, бұл жақын болашақта байлыққа кенелетініңіз. Жас тамшылары ақшаны білдіреді. Неғұрлым көп жас төксеңіз, соғұрлым көп ақша табасыз. Ғашық бойжеткен сүйіктісі үшін көз жасын төксе, шынайы өмірде жігітті оған ілтипатын білдіріп, алақанында ұстайды деген сөз. Түсіңізде сүйіктіңіз сізді тастап кетіп, сол үшін жылап отырсаңыз, шынайы өмірде сізге үйленуге ұсыныс жасалады, немесе қуанышты өзгеріс болатындығын білдіреді. Егер біреуді жоқтап, қайғырып жылап отырсаңыз, шынайы өмірде ұзақ ғұмыр сүретіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде біреуді жұбатып отырып қосыла жыласаңыз, мұндай түс көп ұзамай тағдырыңызды түбегейлі өзгертетінін, кездесу болатынын хабарлайды. Сонымен қатар, бұл жаңа адамдармен танысып, бұрынғы достарыңызбен қарым-қатынастарыңызды жандандыратыныңызды білдіреді. Ал қандай да бір жануарларды немесе хал үстіндегі адамды аяп, көз жасыңызға ерік берсеңіз, онда өміріңізде оң өзгерістер болады деген сөз. Алайда, қатты күлгеннен көз жасыңыз ағып жатса, бұл шынайы өмірде үлкен соққы алатындығыңыз жайлы ескертеді. Мұндай келіссіздіктің себепкері жақын адамыңыз болуы мүмкін. Сондай-ақ түсіңіздегі жыл мезгілі де аса маңызды. Түсіңізде жазда жүрсеңіз, кәсібіңіз өрге дөңгелейді. Қыс мезгілі болса, онда махаббатыңыз бен достығыңыз үлкен сын күтіп тұрғандығы. Күз мезгілі болса, онда ақшаны үнемдеу керек. Әйтпесе, ағаш жапырағынан айырылған сияқты қаржысыз қаласыз. Ал көктем мезгілінде жүрсеңіз, сізге көмекке бейтаныс адам келетінін білдіреді. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.